Мен алаңдататын нәрсе өте көп. Ол өте қиын. Жанымыз шырылдап, тәніміз тұншыққан кездер көп. Ұлтқа ең қауіптісі ұрланғанын жай, ұрланды деген жай сөз ғана. Құрбандыққа шалынды. Ертеңгі қазақты елестету өте қиын, бірақ сенбейтін сөзді айтпайды. Ағайын, біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Анығырақ айтқан кезде жалпы ақындық әлемде біраз көсілген сияқтымыз. Әрине драматургия жанрына бет бұрған түрім бар. Бір қопарып тастадым деп айта алмаймын. Мүмкіндігінше сол драма жанрына жанымды салып, біраз дүние жазып жатырмын. Осы салада біраз дүние жазсам ба дегенде ойым бар. Адам жаны ешқашан тыныш болмайды. Жан деген жанып тұрған дүние. Жанып тұрған дүниені жалындатпасаң, алаулатпасаң, жандырмасаң, о қалай? Сондықтан жан тыныштығы деген жоқ. Мен алаңдататын нәрсе өте көп. Жалпылама айтатын болсам, қазіргі ұлт ретінде тұтастығымызды сақтай алмай, қазақ ретінде алтын қазығымызды қаға алмай жатып, жаһандануға жұтылып бара жатқан ел адамды ойландырады. Ұрпақ ауысып жатыр да, дәстүр сабақтастығы, ұрпақ сабақтастығы деген екі сөз әдірам қалды қазір. Сол қорқынышты. Ар алдында да адал болу, ар алдында адал болу деген сөз Құдайыңның алдында таза болу ғой. Ол өте қиын. Бұл ар алдында таза болу өте қиын. Мен бір сөзім бар еді. Егер мен періште болсам, ажалмен арпалысып нем бар еді. Бәріміз сол ажалмен арпалысып жүрген пендеміз. Жалпы ұлт мүддесінде айғай-сап, атой-сап алдыға шықпаған шығармын көп жағдайда. Үндемей қалған кезім жоқ. Өйткені біз ақынбыз, шығармашыл адамбыз. Адамның тән, жан шырылдағанда тән тұншығады деп Асқар Сүлейменов айтпақшы. Жанымыз шырылдап, тәніміз тұншыққан кездер көп. Үнсіз қалу мүмкін емес. Ұлт мүддесі, ұлт мақсат мұраты кезінде әсіресе. Қазіргі қоғам аласапыран, қорқынышты, үрейлі. Ұлтқа ең қауіптісі өзінен өзі жеріну, өзінен өзі безіну, өз-өзін танымау, еліктеу, солықтау, біреудің қаңсығын бір қаймақтай көру. Одан асқан дүние жоқ. Отыз жыл өтпелі кезең дейміз ғой. Қытайдың бір тәмсілі бар. Ең үлкен қарғысы ретінде айтылады. Құдай бар болса өтпелі кезеңде өмір сүр дейді. Мен бір сұхбатымда айтқам, біз бақытсыз ұрпақтармыз. Толқынбыз. 90 жыл мен 2000 жылдың арасында әдебиетке келген осы бір үлкен қоғамға араласқан толқын өте бақытсыз ұрпақ. Өйткені өтпелі кезеңнің толқыны ол өз бақыты үшін ғана күресетін болса, келесі ұрпаққа келелі дүние қалдыра алмайды. Өз-өздерін құрбандыққа шалған толқын деп есептеймін.
ұрланған жай, ұрланды деген жай сөз ғана. Құрбандыққа шалынды. Жастығымыз, біздің бақытымыз, біздің несібеміз, берекеміз, өзіміздің басымызға бұйырған бақтың өзі құрбандыққа шалынды. Саусақпен шұқып айтатындай емес, бұл құрбандыққа шалынды деген сөзге жауап шалды. Құрбандыққа шалды. Ертеңгі қазақты елестету өте қиын, бірақ үмітсіз шайтан. Біздің қазақ ретінде, ұлт ретінде потенциалымыз, ішкі пәтігіміз өте мықты, тамырымыз алтын. Сол тамырымыз қайта бүрсек жарса, үлкен қауқарлы дүниеге жетеміз деп ойлаймын. Мен үлкен үміт күтем. Қазақ жаңа формада, жаңа кейіпте, жаңа келбетте бір кемелденген ерекше ұлт болатынына мен сенемін. Сенбесем былжырамаймын. Сенбейтін сөзді айтпаймын.